Ақпараттың жетіспеушілік проблемасы осыдан 30 жыл бұрын интернеттің пайда болуымен жойылды. Ал енді ақпаратқа қол жеткізуден гөрі оны таңдап фильтрден өткізу маңызды. Адамның назары бұл жарнама арқылы ақша табамын деген үмітпен әркім қуып жүрген ресурс. Бұл процесс назар экономикасы деп аталады. Әрине капиталистік қоғамда, бірақ мұнда үш проблема бар. Бірінші, пайдасыз контентті назар аудару арқылы ақша табуға болады, бірақ менің көзқарасым бойынша бұл қоғамдық деградацияға келеді. Менің сөздерімді растау үшін дәл қазіргі сәтте интернетте не болып жатқанын білу үшін осы сайтқа кірейік. Осы ақпараттың көп бөлігі спам мен пайдасыз қалдықтар деп елестетіп көріңіз. Бізді миллионердің 5 маңызды қасиеті және бақытты өмірге 3 оңай қадам сияқты кликбейт тақырыптарға сеніп қаламыз. Бірақ бұл сөздердің артында пайдасыз контент жатыр. Оның мақсаты біздің уақытымызды өлтіру. Екінші, көптеген блогерлер мен компаниялар ақша табу үшін шығарылымдарды шығаруды мақсат етіп алған. Соның кесірінен ақпарат пен оның сапасы екінші орынға түсті. Сонымен қатар осындай пайдасыз қалдықтардың ішінде сапалы контент жоғала бастады. Үшінші, тұтынылатын ақпараттардың көптігінен адамдардың көбісінде психологиялық және де физикалық проблемалар туындай бастады. Және де ол қазіргі 21 ғасырда жаңа эпидемия деуге де болады. Менің ойымша, осы мәселелерді шешу үшін біз пайдалы контент қарауымыз қажет, және де біздің сұрақтарымызға жауап бере алатындай ақпараттарды қарауымыз қажет. Сіз ойламаңыз, мен сізді тек қана пайдалы контентті көруге шақырмаймын. Басқа да роликтерді қарауға болады, бірақ та сол роликтер сіздерге 1% пайдасы болса да тигізуі қажет, және де сіздің сұрағыңызға жауап беруі керек. Одан кейін, сіз видеоны қарап болғаннан кейін, өзіңіздің миыңызды бос сөзбен толтырдым деген оймен ойламауыңыз қажет. Мен осындай пайдалы ақпаратқа толы видеолар жасағым келеді, және де тек қана пайдалы ақпаратпен қоса видео түсіріп емес, тағы да басқа көңілді адамдарға көңіл күй сыйлайтын немесе пайдалы ақпараттарға толтыратын видеолар жасағым келеді. Егер сіздер контент түсіретін болсаңыздар, яғни контент жасайтын болсаңыздар, аптасына 1 немесе 2 видео жеткілікті деп ойлаймын. Себебі оқырманға көп ақпарат беріп шаршатуға болмайды. Және де осы 21 ғасырда менің арнамда, яғни қазақ ютубында жаңа контент, жаңа вкусты қалыптастырғым келеді. Сондықтан да мен қазақ ютубында жаңа формат, жаңа вкусты қалыптастырғым келеді. Осы видеоның сценарийінен превьюға дейін барлығы «Что такое качественный контент» деген видеодан алынған. Яғни мен барлығын толықтай көшірдім. Неге? Себебі мен 30 күндік эксперимент бастадым. Бірінші видеоны мен 30 күн бойы су іштім деген видеодан көруге болады. Яғни мен қазақ ютубында болмаған контентті жасағым келеді. Пайдалы ақпаратқа толы, және де көңіл күй сыйлайтын, тағы да басқа. Сондықтан да мен өзімнің вкусымды, идеямды қалыптастырғым келеді. Айтпақшы, 100 подписчикке көп рахмет. Бірақ та біздің мақсатымыз 100 подписчик емес, 100 сапалы видео. I wanna boom bang, but I'm broken hearted.